Assalamualaikum қазақ елі. Бүгінгі тақырып көп ата-аналар келеді. Менің балам тамақ жемейді дейді. Сосын мен айтам, баланың тамақ жемегенін қорықпаң деймін, балаң көп тамақ жегенінен қорқың деп айтамын. Потому что көп тамақ жейтін баланың проблемасы көптеу болады тамақ жемеген балаға қарағанда. Если сіздің балаңыз действительно только тәттілік жей берсе, басқа тамақ жемесе, ол кезде ол аскаридың белгісі. Әр паразиттің өзінің характері бар. Кімдің баласы только тәтті жей берсе, ол аскаридасы бар. Кімдің баласы тамаққа тоймаса, ол да астрица деген паразит бар. Тамақ жей береді, астрица. Астрицаның бір жаманы, ол түнде төсекке яйца қояды, жұмыртқа қояды, ол төсектен төсекке жұқады. Бір төсектен бір балаңыз жатқан болса, екінші балаңыз келіп жататын болса, жерге, екеуі бір жерде жататын болса, ол төсектен жұқады. Бір жаманы. Сосын ол жеген астрицасы бар адам қарны тоймайды, артық қыштады. Артық қыштатын именно астрица паразит болады. Көп балдардың жөтелі аскаридамен связаны болады. Сосын балаңыз қолын аузға сала берсе, тырнақты шайнайды ғой көп бала бізде қазір. Ол лямля паразиттің белгісі именно. Лямля паразит балдар обязательно тырнақ шайнайтын болады. Қол аузынан түспейді постоянно, ите береді. Оның қолын байлап қойсын да бите береді. Қолын ұрсаң да сөйлей береді. Оған ең жақсы вариант, именно лямля құрттан құтылса, сол кезде қол аузына салу кетеді өзі автоматически. Оны сіз ештен қайтын, пока лямля құрт кетпегенше. Сосын бізде медицинада 5-6 тұрақ паразитті айтады, қалған паразиттердің еміні білмейді, атыны білмейді бізде. Атыны білгенмен олармен күреспейді. Тричинелла псидиспиралис деген паразит бар, бізде оны анализде по-моему жоқ ол. Ол именно кептер, тауық, солардың қасынан, пометынан жұқады. Балдарыңыз көп кептерханада жүрсе, тауықханада жүрсе, или болмаса пер жастықтан да жұқады ол. Перде жастықта да жұқады ол. Тричинелла псидиспиралис бар паразиттің оның белгісі балдардың үстінде дақ болады, кішкентай. Ақ дағдар болады, или қара дақ болады. Именно сол тричинелла псидиспиралис деген спираль сияқты құрт паразит болады. Сол құртпен күресе бастағанда, жаңа еміні жасағанда, именно клизма жасағанда, емдей бастағанда, именно гашоғына шыққан кезде спираль сияқты паразиттер шыға бастайды. Ол сол белгісін білдіреді. Көп адамның үстіне қарасаңыз, даг болады, точка дағдар болады үстінде. Или қара дағдар. Ол сол именно тричинелла псидиспиралис деген паразит болады. Ол кептер, тауық солардан жұғады. Таксокара деген паразит бар. Таксокара деген паразитіміз бұл кепте, то есть күшіктен жұқады. Емгізілу күшіктен или емгізілу иттен жұқады ол. Ол сіз итке, күшікке жақындамаған болуыңыз мүмкін, бірақ иттің қасын басқан кезде, иттің қасы шаңа қалып мұрнына кіріп кетсе де, ол жұмыртқалар көзіңізде көрмейді. Үшіп ит 7 метрге дейін жұмыртқа шашады екен. Құрттың жұмыртқасын ол біздің көзімізде көрмейді екен. Үшіп аузымызға, мұрнымызға кіріп кетеді, ол білінбейді бізге. Сосын бычицепин, теквинецепин деген паразиттер ол көп тауық нелерден, балықтан жұқады. Ол жұққан адам тісіні қайретін балдар, основной бычицепин, теквинецепин болады. Сол бычицепин, теквинецепиннен құтылса, олар ұзын болады, 6 метр, 5 метр кішкентай балдарда, үлкен адамдарда 12 метрге дейін болады ол. Лент үшін черве болады, олар. Именно солардан құтылсаңыз, ол кезде тіс қайру тоқтайды. Балдар тісіні қайрайды, соны тоқтайды. Оларда көпісі бізде анализ жоқ, бізге келсеңіздер, бізде компьютердің диагностика бар, соны определять қылатын. Біреулерде даже 6-7 түрлі паразит шығады. Кімді аллергия бар, менде паразит жоқ десе, оған сенбеңіздер. Потому что аллергиясы бар адамның даже 5-6 түрлі паразиті болады. Бәлкі сіздерде цесті, инвиво сияқты, олимп сияқты нелерді көрініп жатқан жоқ, но бізге келсеңіздер шығады соның бәрі. Компьютерде шығады бәрі. Алла шипа берсін, емге келіңіздер, компьютерға келіңіздер диагностикаға.